Привет. Вот, мен нелерін аяқтадым. Есіктің салам. И үйдің ішіне кірсек. Какой текстур пак. Бұрынғы выживать еткенім. Вы сам знаете. Мен Times. Факел жарық қылмайды, так что міне факел тұрғанмен қатты жарқырады. Это тоже не нужен. И достар без газер. Так. Нелер бар. Мен көбінесе үйдің төбесіне что зачарование қойып қоям. Так, верстак керек. Сундук керек. Печка керек. Потом кітап керек. Ақ пен қара төсек керек. Вот так. Это если мы найдем железо, надо переплавить. Таким вот. Так, мне нужен забор. Потом ақпен қараңғысқанда сүре. Негізі мен ас үйге жақсымын. Білдіртпей ана өстіп қойсылайын. Егерде бір нәрсе ас әзірлейтін кезде керек болса дегендей заттары. Я ее поставил. Так. Вот так. Яқа тамақтар түрлі өздері жинап салады. Енді мен емес, бұл әшейін қала. Мен бұл қаланы серверге айналдырам. Это будет мой сервер. Егер бүткіл не істеп қойсам, дайындап қойсам, бүткіл дайындап әдемі қойсам, бәлкім описанияға қалдырып кетермін. Кім біледі. Маған кәдімгі обычный кровать істеген ұнайды. Вот так. Давай-ка, ой. Әдетім жаман. Всякий пожар жүйік шосын. Сүтке істіктім. Жарқамасы сүндікті. Жарқайды.
енді ақ кровать, потом қара кровать. Ақ пен қара үй болғандықтан, мына қара, мысалы, ол мына қыз жатады. Көріну страшно. Вот такой вот дом небольшой. Екінші этажын баспалдаға кетіңдер. Давай-ка екінші этаж болмай қойсын. Мен үйді өстіп безендім. Кітаптар қойсаң әдемірек болады дегендей. Круто. Такой вот небольшой дом. Бөлме-бөлмесімен емес, мен өстіп қояды екенмін. Көбінесе көп байқадым. Шатырын салу керек. Шатыр. Бұны салу ұзақ болады. Шатырсыз үй болады ғой қазір. Бірақ шатырмен әдемірек жарасатын сияқты бұл, әдемі? Комментарий қалдырыңыздар. Әдемі болса, комментарий. Но біз қазір екінші этажға не істейтінімізді білесіздер ме? Біз екінші этажға бүйтеміз. Мұнан аламыз. Железная решетка. Мен яқтың бәріне саламыз. Кеттік. Так, саламыз. Салайға кеттік. Мені салып жатырмын. Бұлайша әдемі шығып жатыр. Інім айтты, осылай не істесең әдемі болады шығар деді. Потом істеп жатырмын. Мен көбінесе інім айтқаны дұрыс болады деп ойлаймын. Так что інім мысалға жынды үй салады. Күшті салады үйді. Салған үйлеріне қызыға отырамын. Көбінесе қорғаныстармен істейді, көбінесе байлықтарды қолданады ол. Бай алмаздан әдемі үй салады. Оның каналы бар. Бірақ ода әлі бірде-бір видео шыққан жоқ. Шықпайды, өзі оның подписчиктері бар. Мен өзім білмеймін оның каналын. Іздеп тауып көремін. Вот стол. Сиқырлы стиль. Так, лазурит екем. Ой, кетем. Лазурит. Мінетін жерді көрсетем. Мінетін жер баяғыдан дайын. Ойбай, неға кегем қалайды, неға дайындаған мұ? Йо, мына стекланы сындыру керек бопты ма? Без проблем. Сындыру болса, без проблем. Так. Бір любой блоға салайықшы. Бесіншісі мына болады. Мен негізі сатымен істейтіндігім бұл жолы
мындай неме істеп жатырмын. Ойбай, сундук несі тағы? Құры бар. Yendim. Мындай стеклянный панель аламыз да. Бүйтіп. Потом мына аяқтарды. Вот так. Я так забыла. Вот так жарық түсіріп тұрады. Звондап отырмын деп қалдым ғой. Звондасып бітті. Вот. Дом готово. Тағы өшеттерге көптеген үйлер салам. Қандай түсті, қандай үй салам, комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Юни. Пока.